қазақ тілі маған өте қажет екенін білдім, себебі мен өзімді патриот деп санаймын. Маған өзге ұлт өкілдерімен де жұмыс жасаймын ғой. Олар маған келіп айтқан кезде қазақ тілі не үшін керек деген кезде мен кәдімгідей көңілім түсіп кетеді. Менің әкем кәріс, мамам татар. Мен өзімді қазақ деп санаймын. Менен сұрайды, сенің ұлтың кім? Мен айтам, енді әкем кәріс, мамам татар, бірақ та мен қазақпын, Геннадий Головкиннің сестренкісімін деп айтам әрдайым. Маңғыстау облысының білім сапасын арттыру. Қайырлы күн баршаңызға. Жақында ғана Маңғыстаудағы Қазақстан Халқы Ассамблеясында подкаст студия құрылған болатын. Сол студияға бүгін мен, еліміздің патриот қызы, Ақтауда жаңадан ашылғалы жатқан қазақ мектебінің директоры болып тағайындалған Нам Любовьті шақырып отырмын. Любовь, студияға қош келдіңіз. Қош көрдік. Енді Маңғыстауда өзге этнос өкілінің қазақ тілін білуі бұл жаңалық емес. Ал сіздің қазақ тілін жоғары деңгейде меңгергеніңіз мені тәнті етті. Қазақшаны қалай үйреніп жүрсіз? Жалпы мен Қызылорда облысы Жалағаш ауданында дүниеге келген болатынмын. 10 жасыма дейін қазақ тілін мүлдем білген жоқпын, бірақ 5 классқа өткен кезде қазақ тілі пәні мұғалімі Райхан Кенжебаевна деген апайым, сен қазақ тілін білуің керексің, сен патриот болуың керексің деп менің бойыма сіңдірген болатын. Күні түні сол қазақ тілін оқып, және де көптеген сайыстарға қатысып, республикалық пәндік олимпиаданың республикалық кезеңінен бас жүлделерді алып, абай оқуларына қатысып, республикалық кезеңнен бас жүлде алып, солай қазақ тілін бойымызға сіңіргеніміз бар. Қазақ тілі ол деген менің ең маңызды жаңағы жұмысында да қолданатын құралдардың бірі. Себебі мен Қазақстанда тұрғандықтан кез келген адам еркін қай тілде маған шағымданса, мен сол тілде ол кісіге жауап беруім керек. Яғни қазақ тілінде маған сұрақ қойса, мен қазақ тілінде жауап беріп, орыс тілінде сұрақ қойса, орыс тілінде еркін жауап беру маңызды. Себебі бізде Қазақстан тәуелсіз болғандықтан әр адам өзінің ережелері бар, өзінің границалары бар. Соған байланысты осылай жұмыс жасап жүрміз. Жалпы енді қазақ тілін айтып жатырсыз ғой, 10 жасқа дейін білген жоқпын деп. Тереңірек меңгеру үшін сонда сүйіспеншілік болу керек қой? Әрине, сүйіспеншілік болу керек, және де оған дайын болу керек. Ол не үшін маған керек? Және де оның маңыздылығы неде? Оның барлығын түсініп қана, осознанно дейді ғой, соны түсініп қана оқысаң, сен үлкен жетістіктерге жетерсің. Егер сен түсінбесең, ол не үшін керек екенін маған айтты ғой, тек сол для галочки жасау, ол өте дұрыс емес. Және де қазір біз балдарды тәрбиелеп келе жатырмыз ғой, ең бірінші балаға түсіндіру жұмыстарын жасаймыз ғой. Осы сен оқысаң, үлкен жетістіктерге жетесің деген сияқты. Мен сол кезде қазақ тілі маған өте қажет екенін білдім, себебі мен өзімді патриот деп санаймын. Маған өзге ұлт өкілдерімен де жұмыс жасаймын ғой. Олар маған келіп айтқан кезде қазақ тілі не үшін керек деген кезде мен кәдімгідей көңілім түсіп кетеді. Мен айтам, сіз Қазақстанда тұрып жатқан жоқсыз ба? Или маған айтады, орыс тілін, мен орыс тілі пән мұғалімімін ғой, маған айтады, не үшін маған орыс тілі керек деген сияқты. Мен айтып жатырмын да, тілдің барлығын білу керек, өз тіліңді ұмытпауың керек. Қазақстанда тұрғандықтан, ертең сен басқа шет елге барып оқысаң, сен Қазақстанды қай тілде түсіндіресің? Егер сен ағылшын тілін білсең, сен оларға ағылшын, сол жақтағы жергілікті тілде Қазақстан туралы айта аласың ғой. Россияға барсаң, орыстарға орысша айта аласың. Зато сен Қазақстанның атын шығарып жүресің деп әрдайым оқушыларыма айтып жүремін. Бәрекелді. Қазақ пен кәріс ұлтының мәдениетінде айырмашылық бар ма, немесе ұқсастық? Ұқсастық өте көп. Ең бастысы, мен байқағаным, ол деген үлкендерге тағзым. Үлкендерді құрметтеу, үлкендерге қонаққа келген кезде құшақтарын жайып қарсы алу. Например, бізде қазақтарда келіндер шығып сәлем салып жатады. Кәрістерде де поклон беріп жатады деген сияқтыдай. Қонақты қарсы алу, бар жақты жаңағы нелерін, дастарханаға барлық тәтті тағамдарын қою, оның барлығы де кәріс халқында бар. Және де ең маңыздысы, мысалға, қазір
баланың 1 жас тойы, иә, қазақтарда да оны деген үшті қылып тойлайды. Және де баланың алдына неше түрлі зат қояды. Яғни қалам қояды, кітап қояды, ақша қояды. Егер кітап таңдаса, то ол бала болашақта өте оқымысты деген сияқты мұғалім болады дейді кейбіреулер. Кәрістерде де дәл солай. Дәл сондай салт дәстүр бар. Бұйырса, жақында ашылғалы жатқан қазақ мектебіне директор болып тағайындалып жатырсыз. Құтты болсын. Енді бұл мектептің ұстанымы қандай болмақ? Бұл мектептің ұстанымы жалпы, шыны керек, мен бір қызық зат айтып берейін сізге. Мен 2 жыл бойы өзгеріс көшбасшылары заманауи мектепті басқару курсын 2 жыл бойы оқыған болатын. Былтыр мен бұл курсты Шымкент қаласы және Астана қаласында оқыған болатын. Бірақ орыс тілінде и соңғы кәсіби деңгейге келген кезде менің отчетым өтпей қалып, мен өтпей қалған болатын орыс тілінде өткен кезде. Сөйтіп, мен қолымды түсірген жоқпын, ешқашан қолымды түсірмеген адамын. Осы жылы тағы да тапсырам деп, тағы да тапсырдым. Қазіргі таңда кәсіби деңгейден өтіп тұрмыз. Енді тек қана сұхбаттасуға алып тұр министерствомен. Сонда мен айтам да, сонда мен орыс тілінде өте алмай қалып, қазақ тілінде өтіп тұрмын ғой. Ана отчетымда. Соған күліп қоям. Осы курстың барлығы негізі мектепті басқарудағы жаңағы заманауи әдіс тәсілдер, көшбасшы жалпы қандай болу керек. Сіз білесіз, бұрынғы замандары мектептерде директор деген ол құдайдан бір сат тұратын адам болды, иә. Ол деген демократ болды. Тек қана барлық нормативтік құжаттармен бір жаңағы жасақталған ережелермен жұмыс жасады. Ал қазіргі таңда болса, көшбасшы деген ол лидер, ол деген стратег, ол деген фасилитатор болу керек, ол мотивация болу керек өзінің жаңағы қол астындағы ұжымдастарына, өзі сияқты көшбасшыларды өсіру керек. Өзара бірге тәжірибе алмасып жұмыс жасау керек. Осындай мақсатты енді қазір өз алдыма қойып тұрмын. Құдай қаласа осы жаңа ұжым менде пайда болып жатыр. Енді сол ұжыммен жұмыс жасау әрі қарай өзінің үлкен жетістіктерін алып келеді деп сенемін. Сәттілік. Балаларға не үйрету маңызды деп ойлайсыз? Тіл ме, әлде тәрбие ме? Балаға негізі айтады ғой, тәрбие қайдан пайда болады, тәрбие тілден пайда болады деген сияқты. Оның осы 2 фактор өзара бірлесіп қана жұмыс жасайды деп ойлаймын. Себебі әр тілде өзінің тарихы бар, өзінің әдеті бар, өзінің менталитеті бар деген сияқтыдай. Сол үшін ең бастысы әрине біз балдарымызға өзіміздің қазақ тілімізді үйретуіміз керек. Және де қазіргі енді заманға сай балдар өзге де тілдерді білу керек, себебі даму керек, бір орында тұрмау керек. Жиындарда сөйлейсіз, тағы басқа ағайын туманың арасында, той жиындарда сөйлегенде таңғалған қазақтар болды ма? Таңғалған қазақтар әрине болады. Бірақ та былай ғой, Любовь Александровна деп айтқан кезде де барлық адамдар өз алдында бір орыс келіншекті елестеткен. Мен пайда болған кезде, мынау Любовь Александровна емес, мынау қап-қазақтың қызы ғой деп, сөйтіп айтып жатады. Мен қазақ тілінде сөйлеп бастасам, олар айтады, біз ұялып қалдық қой дейді. Енді мен мақтанам олар ұялып отқандарына. Себебі олар әрі қарай өзінің жаңағы тілдік құзыреттілерін дамытады деп ойлаймын содан кейін. Любовь, сіз сондай-ақ Қазақстан ассамблеясы, осы Маңғыстаудағы Қазақстан ассамблеясының жастар ассамблеясының белді мүшесісіз. Бұл жастар ассамблеясы қазір қандай жұмыспен айналысып жатыр? Жалпы халыққа айтар толымды жобаларыңыз бар ма? Бізге қызық. Не істеп жатырсыздар? Жалпы ассамблея жастарының мүшесімін. Бұл жерде деген өте көп шаралар өткізіп жатыр. Біздің жастар деген белсенді жан-жақтан. Бұл жерде тек ассамблея жастарында оқушылармен бірге, студенттермен, колледж студенттермен бірге бірігіп жұмыс жасап жатырмыз. Қазіргі таңда білесіз, Ақтау қаласы түркі елінің астанасына айналғандықтан үлкен форум өтті. Ол жастар Уайф 2025 Ақтау. Бұл жерде түркі елдерден көптеген көшбасшы жастар келді. Оларға деген үлкен шара өткізілді.
сол жерде өзара тәжірибелермен алмасты біздің жастар дегеніміз. Және де мына біздің жолдауға байланысты Қазақстан Республикасының президенті бізде футбол жарысынан достығымыз бірлікте деген жобасы аясында шағын футболдан жарыстар ұйымдастырылған болатын. Және де жақында өткен облыстық жиында осы біздің облыстық әкіміміз Нұрдәулет Игілікұлы Қилыбаймен кездесу болған кезде, ол сол кісіден де бір ұсыныс болған еді. Осы ассамблеяның атынан бір команда құру. Футболға деген өте қызығушылығы өте көп жастар бар екен бізде. Осылай біз бірінші болып ассамблеяның атынан шағын футболдан жалпы бір команда құрайық. Демеушілер біз болайық деген сияқты, оны барлықтары қолдады. Шындап та, шыны керек, мен ойлаймын, бұл жерде біздің қазақстандық командамыз Қайрат осындай жоғары деңгейге жеткені біздің өсіп келе жатқан жасөспірімдерімізге өте үлкен үлгі болды. Біздің жастарымыз бос уақыттарын босқа өткізбей, осылай спортпен шұғылданып, тілді үйрену өте күшті зат негізі баланың дамуына. Бүгінде Маңғыстаудағы түрлі этнос жастарының арасындағы достықты қалай бағалайсыз? Тату ма? Жалпы өте тату. Өте жоғары деңгейде, себебі біздің барлық жасап жатқан шараларымыздың барлығы татулықпен бірлікті өзара қалыптастырады. Себебі деген өзге ұлттың салт дәстүрін құрметтеу, тілін білу, және де қазақ тілін білу, қуантарлық жағдай бар. Қазақ тілін білу үшін біздің жастар өте қатты жұмыстанып жатыр. Біз даже өткізген шараларымыздың өздері барлығы тек қана мемлекеттік тілде өтеді, қазақ тілінде. Біз осы жақын арада жоспарлап отырмыз этно-ауыл деген жоспарды. Ол жоспарға біздің басқа ауылға барып балдарымыз сол бұрынғы біздің ата-бабаларымыздың көрген өмірін көріп, қараш үйде өмір сүріп деген сияқты ұлттық тағамды әзірлеп білу, қазақтың соң барлығын қазақтың салт дәстүрін насихаттау жоспарлап отырмыз. Себебі біздің жастар дегеніміз өте құштар болып тұр, соған көргісі келеді, ұстағысы келеді, және де тілді жетік білгісі келеді. Себебі деген қазір бізде барлық органдарда қазақ тілін білу ол өте маңызды. Арнайы курстар бар ма? Арнайы курстар бар. Бізде ассамблеяда Шағырова Мерует деген кісі қазақ тілін үйренемін деген үйірмесін жүргізеді. Ол барлық қалайтын адамға, оқимын деген адамға тегін түрде. Қызығушылық бар ма? Қызығушылық бар, жастарда көп. Менен сұраса, мен де айтам, маған жастар айтады ғой, сіз қалай үйрендіңіздер? Ең басында сіз ешқашан сөйлеуге қысылмауыңыз керек. Дұрыс айттыңыз ба, бірінші рет дұрыс айтсаңыз, келесіде дұрыс айтасыз деймін. Ниет болу керек дейсіз ғой. Ең бастысы ниет. Одан кейін ұялмау керек, қателесем деп қорықпау керек. Әрине, қателесем деп қазіргі таңда жалпы біздің болашақ түлектерімізге айтамыз ғой, ешқашан қорықпа, қателесем деп қорықпа деп. Себебі бұл деген қазір өте қиын болып кетті жастарға, өте көп суицидта көп болып кетті. Сол үшін біз балдармен түсініктеме жұмыстарын әрдайым жүргіземіз. Қателесетін адам болмайды. Ең басы бірден соны түзеп алуың керек. Республика күні жақындап келе жатыр. Сіз үшін бұл мерекенің маңызы қандай? Қазақстан Республикасының күні мен үшін өте маңызды. Себебі бұл деген бірлік, татулық, ынтымақтастықтың нышаны. Мен өзімді Қазақстан Республикасының патриоты, азаматы ретінде осы еліме мың алғыс білдіремін. Себебі бұл жерде мен өсіп өніп жатырмын, менің балдарым өсіп жатыр. Сондықтан мен еліме тек қана көркеюді, ашық аспанды, бейбітшілікті тілеймін. Алдағы жоспарыңызбен бөлісе кетсеңіз? Алдағы жоспарым енді мен деген этно-мәдени бірлестік, Корей этно-мәдени бірлестігі ЧОСОНның мүшесі болғандықтан
тағы да айтып кеткім келеді. Қазіргі заманауи талапқа сай цифрландыру деп жатырық қой, сол цифрландыру жобаларын жүзеге асырсақ, бір платформа құрып, ол платформа арқылы біздің өсіп келе жатқан жастар, балалар өзге ұлттардың салт дәстүрлерімен танысса, өз салт дәстүрлерін салса, ол өте күшті платформаға айналар еді деген сияқты осы бір жоспарым бар. Және де осы ашылып жатқан мектебінде менде ассамблея құрылымын ашқым келеді. Жалпы ассамблеямен тығыз жасап, өз жаңағы мектебіміздегі балдармен бірінші жасап, содан кейін бүкіл облыс бойынша жұмыс жасасақ, нұр үстіне нұр жауар еді. Мүмкін сіз барғаннан кейін сол қазақ мектебінен Қазақстан Халық Ассамблеясының бір бұрышын ашқаннан кейін өзге этнос өкілдерінің де балалар сол мектепке барары мүмкін. Жалпы менде ең басты жоспар біздің мектепті брендке айналдыру. Бренд ең басты имиджді қалыптастыруымыз керек қой. Содан кейін брендке қалыптастырып, осы Маңғыстау облысындағы номері бірінші мектепке айналдырып, кез келген бала қай мектепке барып оқығың келеді деген кезде 35-ші мектепке барып оқығың келеді деген брендке қалыптастырғым келіп отыр. Осы ең басты мақсатым жалпы Маңғыстау облысының білім сапасын арттыру. Себебі біз көп сөз естиміз ғой, Маңғыстау облысының сапасы өте төмен деген сияқты. Иә, Құдайға шүкір, осы жылы ОБТ-ның көрсеткіштері де жоғары болып жатыр. Біздің балдарым шетелге де түсіп жатыр. Дегенмен жұмыстану қажет, жұмыстанамыз. Жалпы Маңғыстау облысының білім сапасын көтеру ең басты мақсатымыз, және де бұл үшін біз жұмыстанамыз. Қазақ тілін еркін меңгеру үшін әрине біріншіден ол ниет керек, сүйіспеншілік керек, сол тілге деген құрмет керек. Дегенмен де кітапты, қазақша кітаптарды көбірек оқу керек шығар. Қанша кітап оқыдыңыз? Жалпы кітапты жиі оқисыз ба? Кітапты өте жас кезінде өте көп оқитын. Сенесіз ба, мен жаңа алдында айтып кеткендей, Абай оқуларына қатыстым ғой, күніне 10-15 шақты өлең жаттайтын. Абайдың қара сөздерін жатқа білетін, Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романын үзінділерін жатқа білетін. Ол әрине адамның деген ынтасына байланысты, және де кітапты сүйіп оқу, түсіну мәнін. Кітаптың маңыздылығы өте зор қазіргі таңда. Қаншама ол жерде деген ақыл жатыр, оны түсінгені бар, түсінбегені бар деген сияқтыдай. Кітап оқу керек, маңыздысы сол. Кітапты оқып, керек жерлерін түртіп, егер керек болса сол жерлерді әрдайым жаттап, қайталап тұру керек. Себебі біз зейінді қалай жұмыстанамыз дейді ғой, память. Себебі біз қайталаған сайын біз ол есімізде қалады. Сондай сияқты менің кезімде деген мектеп кезімде жаттап жүрген бір өлеңім бар тұғын, соны деген әрдайым қайталаймын. Даже 5-ші сыныпта жаттаған өлеңім әлі есімде ғой. Қай өлең? Абайдың өлсем мұртым қара жерсіз болмай ма деген. Өлсем мұртым қара жерсіз болмай ма, өткір тіл, бір ұялшақ қыз болмай ма, махаббат, ғадауатпен майдандасқан қайраң менің жүрегім мұз болмай ма. Амалсыз тағдыр бір күн кез болмай ма, біреуге жай, біреуге тез болмай ма. Асау жүрек аяғын шалыс басқан, жерін тауып артқыға сөз болмай ма. Бәрекелді. Қазір қоғамда әттеген-ай деген бір тұстар бар ма? Өзіңіз үшін. Қоғамда болып жатқан процестер. Болып тұрады енді, біздің жастардың еліктеуліктері бар, басқа жаңағы елдерге, басқа жаңағы даже киім үлгісіне деген кезде әттең деп қалам енді. Біздің осы қазақ халқының үлгілік киімін киіп жүрсе ғой, қалай күшті болар еді көріністі. Кешегіде жаңағы біздің Маңғыстау облысы рекорд Гиннес кітабына кірді. Қандай керемет көрініс орын алды. Қатыстыңыз ба? Қатыстым, оған қатыспау болмады. Ең бірінші болып тіркелдік. Қазақ халқына, әсіресе жастарға айтар өзіңіздің жаңа кеңесіңіз дейміз ба, жылы сөзіңіз? Енді кеңес деп айта алмаймын. Жылы сөзім осы Қазақстан Республикасының күні қарсаңында халқыма тек қана аманшылық тілеймін, татулық тілеймін.
өз еліне деген, өз отанына деген ыстық лебіздерін ешқашан аямасын деймін. Және де осы әлеуметтік жағдайды жақсарту үшін қоғамға жұмыстансын деймін. Отбасыларына амандық тілеймін. Аспанымыз ашық, жұртымыз тыныш болсын деймін. Любовь, сізге қарап, өзге этнос өкілі ғана емес, біздің қазақтың жастары да сүйсініп, қазақ тіліне деген махаббаты артады деп ойлаймын. Табыс тілеймін. Жаңа мектеп расымен де біздің Маңғыстаудың ғана емес, қазақтың маңдай алды мектебіне айналарына сенемін. Сәттілік тілеймін. Бұйырса жақсы мамандар, мықты ұстаздар, ойлы шәкірттер келе берсін. Сұхбат бергеніңізге көп-көп рахмет.